Тоғыз GPS микрофонды және де видеоны бастай берсек болады. Ал бүгін мен сіздерді қалай Black Rush'да 1 сағат ішінде 3-ші игровой уровенді көтеру керектігін үйрететін боламын. Скутер арендовать етіп, Деді Михайловичтан задание алып, заводқа жұмыс істеуге бара жатырмыз. Админді байқамай тұрған кезде тихария епіп жасап кетеміз. Заводқа да кеп қалдық, қазір кіріп, киім ауыстырып жұмыс бастаймыз. Телеграмға тіркеп 10.000 рублей және бір күн вип-лачым алып алсам кіріш. Соңғырудан алып, пикапқа жүгіріп бара жатым. Айту бойынша, осы ақша саған алғашқы уақытқа жетеді, сол себепті киімін ауыстыра бер дейді. В общем, бізге скутер арендовать етіп, магазинге жол тарту керек болып тұр. Магазинге кеп қалдық және де ішіне кіріп заданияларды жасаймыз. Купите мобильный телефон, яғни телефон сатып ал, оны жасап тастаймыз тезірек. Және одан кейін ставьте сим-карту дейді. Сим-карта бізге тегін сим-карта береді және оны телефонымызға саламыз. Купите аптечку, яғни аптечканы алып және де оны бізге использовать, яғни қолдану керек еді. Оны қолданып болған соң бізге Дядя Михайлович келесі задание магазин одеждыға барып киім сатып ал деп жатыр. Мен Black Rush'ны ойнап жатқаным бірінші жыл емес, сол себепті мен опытный игрок ретінде осы сервердің өзінің промокоды, яғни предрегистрация промокодын жазып, ол жақтан BMW i8 және де қызға ұлға скин алдым. Оларды алу үшін біз ревард командасын жазып, сол жақтан өзімізге керек скиннің біреуін таңдаймыз. Мен қыздың скинін алып және де оны киген кезде маған задание істелмеді. Ал оны істеу үшін бізге магазин одеждыға кіріп, сосын шығып, сосын барып киімді ауыстыру керек еді. Мен чуть-чуть тупанул енді. Заданияны жасап болған соң бізге 5000 рублей және де 1 очко опыта береді. Дядя Михайловичтің айтуы бойынша бізге права тапсыру керек. Автошколаға келдім және системный штрафты төлеп ішке кіреміз. Нау енді оң жағымыздағы қызыл маркерге барып, банкоматпен взаимодействие жасап, оплата всех штрафов деген бөлімдер таңдап болған соң барлық штрафтар төлейміз және ішке кіреміз. Кіргеннен соң секретармен взаимодействие жасап, тапсыру бөлмесіне барамыз. Тапсыру бөлмесінде кез келген бір қызыл пикаптың біреуіне кіріп, өзімізге керек категорияны таңдаймыз. Мысалы, маған Б категориясы керек, сосын фастын тесті өтеміз. Сендерге 1 секунд, маған примерно 5-6 минут қой. Праваны алып болған соң бізге низкий автосалонға баруымыз керек, өйткені біздің Дядя Михайлович айтып жатыр ғой енді. Жолай наяқта бір МК-3 екен, соны періп кетірім келіп еді, бірақ есігі жабық екен ғой енді, бұйырмады. Жолда кетіп бара жатқаныңызда бір жаман кісі келді де машинасымен қағып кетті, сосын өліп қалған соң ЦБ-дан шықтық. ЦБ-да жүгіріп бара жатқан кезде ваш уровень повышен деген нәрсені көрген соң чатты ашып қарасам, пейдей ұрыпты, сол себепті біз 2-ші уровень 2 очко опыты, енді 3-ші уровень кішкене қалды деген сөз. Жай тұрғанша медкартаға заказ беріп қойдық, яғни 10 минуттан кейін біздің медкарта дайын болады. Дядя Михайловичтың айтуы бойынша низкий классқа кіріп, ішінен бізге машина сатып алу керек еді, бірақ задиктер 0 болған соң ояқтан шығып кеттім. Және де Blackpast'та халявный деңгейлерді алып алдым. Дальше осы задание іске ету үшін маған өлу керек болды. Бір суға батып өлгеннен соң ЦБ-дан пайда болдым, сосын кроватпен взаимодействие жасаған кезде админ тұрған көріп қалдым. Адекватный адам құсап, оларға ты 0 деп жазамыз ғой енді. Біз жаңалде ровно пейдейді медкартаға заказ бергеннен соң, енді 10 минут өткен соң, осы медкартаны ала кетейін десем, әлі дайын болмапты, енді кішкене күте тұрамыз. Сіздің медкартаңыз дайын, пикапқа келіп, оны ала берсеңіз болады депті, және оны алып далаға шыға салысымен, маған енді Black Rush'ы краш беріп жібереді. Ойынға сразу қайтадан кірдім және мені южныйдан спавнит етіпті, яғни бұл бізге жақсы деген сөз, өйткені бұл низкий класстың қасында, яғни тезсіз барып, жаңале скепат еткен заданиямыз кеткен соң, дәлже машинамызды көрсетіп, заданияларды жалғастыра береміз. /car деген команданы жазып болған соң, BMW i8-мізді таңдап, оны на месте парковки деп загрузить етіп, даже доберитесь до АЗС деген заданияны істеу керек. Ал мен сіздерге осы низкий класстың қасындағы АЗС-ке емес, южныйдағы АЗС-ке баруды ұсынамын, өйткені қазір оны көресіздер. Южныйдағы АЗС-ке келіп, канистраны сатып ал деген заданияны істей салысымен, бізге ремонтный набор сатып ал деп тұр, және де оны да сатып алуымыз керек. Ақыры магазинге кірдім ғой, бір ремонтный набор емес, бірнешесін алып алайын, керек болып қалады дедім дағаны, тағы артығымен алып алдым.
Машинаға отырған кезде маған сразу Дедя Михалыч курьер тапсырмасын берді. Яғни мен сіздерге жаңа да айтқанымдай, Южныйдағы АЗС-ке барсақ біз уақытымызды үнемдейміз. Сіздерге бірнеше секунд, ал маған 5-6 минут уақыт заданиялар істеп болған соң кездесеміз. Біз заданиялар істеп болған соң Телеграмға тірке дейді, ал біз гений ретінде оны қашан тіркеп қойғанбыз. Южный сплавынға келіп, қайттан жұмыстан уволиться етіп өзіміздің честный заработанный 1130 рублімізді алып, статистикамды қарасам, почти 3-ші уровень көтеріп қалғанбыз. Чатқа /quest командасын жазып қарасам, оның ішінде банковские услуги және де шопинг деген оңай заданиялар істелмепті, оларды фастым істеп тастаймыз. Банкқа келе салысымен машинадан түсіп банкке кіріп, случайно БП заданиясын істеп тастадым, сосын халявный ақшалардың отказ жоқ алып алдым. Чатқа /банк деген команданы жазып, открыть новый счет, яғни любой сөздерді жазып, өзімізге шот ашамыз. Жаңадан бері неге южный деп атсаңдар, осы жерде банкта қасында, магазинде осы банктың қасында, аксессуарлар, одежда бәрі осы банкының қасында, сол себепті осы жақта тез дамып аламыз. Және де қандай қолымнан келетін квесттер қалды деп /quest командасын жазып қарасам, вступить во фракцию, купить квартиру или дом, могу стрелять деген заданиялар қалыпты. Енді бізге ол заданияларды істеу үшін Батыроваға бару керек. Келіп қарасам, мұнда да көп адамдар тұр екен, және де мен де олардан қалыспай отдел кадровтан тест өтейін дедім. Кімге керек, жауаптарын тез қарап алыңдар. Тесті өтіп болған соң бізге 6000 рубль және очко опыта берді, және оны қазір тексереміз. Осы вступить во фракцию заданиясында бізге бар болғаны бір ғана очко опыта беріпті. Енді келесі задания ол купить квартиру және могу пострелять деген задания. Бұларды жасау үшін енді бізге донат болғанда уже біз 3-ші уровень болып қоятын едік. Мына далбоевтың басты деп ойлануларыңыз мүмкін, бірақ дальше қараңыздар. Бұл видеода главный цель ол 3-ші уровень көтеру. Яғни мен қазір барып, осы машинамен епіп жасап түрмеге отыруым керек. Неге десеңіздер, алдағы уақытта көресіздер. /report деген команда арқылы мен админдарға өзімнің епіп жасап жатқанымды жазып жібердім. Олар маған сразу ответ беріп, мені епіп деп түрмеге отырғызды. Бұл арқылы енді осы жердегі дорога деген задание арқылы 2000 рубль және 1 очко опыта. Бұл жердегі главный нәрсе очко опыта болып тұр. Ал енді қалай істеу керектігін оны 2x-пен көріңіздер. Осы кезде маған 70.000 рубль болғанда, бар квартира сатып алғанда, уже 3-ші уровень болатын едік. Енді 1 сағаттың ішінде көтер алмадық анда, 90 минуттың ішінде смело көтеруге болады. Осы демарганда ары-бері жүгіріп осы жаққа келіп қарасам, игральный карта тұр екен, ол өте ценный нәрсе. Мысалы, оған қазір біз 1000 рубльге сатып алып, ВЧ-ға барып 20.000-30.000 рубльге сатып жіберуіміз мүмкін. Солсын іс білі. Ал ендеше достар, осымен видео аяқталды. Бүгінгі видеода біз қалай 1 сағатта немесе 90 минутта 3-ші уровеньді көтеру керектігін үйрендік.